Елімізде таралған пандемияға байланысты көптеген салаларда шектеулер қойылып, іскерлік белсенділіктің төмендеуіне алып келді. Мемлекет тарапынан елімізде экономикалық іскерлік белсенділікті қолдау және сыртқы әсерлердің теріс ықпалын азайту үшін ауқымды шаралар қабылданды. Келес ауданда инвестицияларды тиімді салу, көрсетілген мемлекеттік қолдау шараларынан барынша пайда алу, жаңа озық технологияларды енгізу, өндірісті қазіргі заманғы жабдықтармен және өнімділігі жоғары техникамен әртараптандыру және жарақтандыру есебінен дамыған агроөнеркәсіптік кешен құру жөніндегі жұмыс жалғастырылады. Бұл үшін Нұр Отан партиясы ирригациялық ағын су жүйелерін қалпына келтіру және ауыл шаруашылығы техникаларын 60%-ға жаңартуға, асыл тұқымды уақ малдың санын 5,6 мыңнан 8 мың басқа, асыл тұқымды мүйізді ірі қара мал санын 992-ден 1300 басқа дейінгі арттыруға, Қошқарата мен Ұшқын ауылдық округтерінен 1000 бастық мал бордақылау алаңын салуға, Бірлік ауыл округ аумағындағы егістік алқаптарға ағын суды қажетті мөлшерде жеткізу мақсатында каналдарда бетонмен қаптауға, Алпамыс Батыр ауылдық округіндегі жайылым жерлерді жүйеге келтіруге, Eco-Culture Eurasia жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 500 гектар жер учаскесінің жылыжай кешенінің құрылысын салуға ықпал етеді. Нәтижесінде 5 жылда тамшылатып суғару технологиясының көлемін 1000 гектар жерге, жылыжай көлемін 576-да 6 гектар жерге жеткізу жоспарлануда. Ет өндірісі 20 мың, ал сүт өнімдері 55 мың тоннаға, жұмыртқа 5 мың данаға және көкөніс дақылдары 800 мың тоннаға артады. Нұр Отан партиясы қалай елменен араласып, елге қалай жаңағы қолына келген барлық шама-шарқы келгенше жағдайлар жасап жатқанын білеміз, ол белгілі. Сондықтан Нұр Отан партиясына тек қана біз жеңіс тілейміз. Алдағы сайлауда келе жатыр, мінекей жақындап қалып уақытысы. Сондықтан сол Нұр Отан партиясы жеңеді деп сенеміз. Өзіміз сол Нұр Отан партиясына дауыс береміз, ол ниетіміз сондай. Нұр Отан партиясы 2025 жылға дейін жеке инвестициялар есебінен 230 жаңа жұмыс орнын құрайтын 6 өңдеу кәсіпорындарын ашуға жағдай жасайды. Бұл шаралардың нәтижесінде 7,5 мыңнан аса жаңа жұмыс орнын құру, орташа жалақыны 105 мыңнан 130 мың теңгеге дейін арттыру және жалпы жұмыссыздық деңгейін 4,8%-дан 4,1%-ға дейін төмендетуге қол жеткізеді.